Барлығыңызға сәлем. Бүгінгі тақырып қазақтың салт дәстүрлері табалдырық аттау, құйрық бауыр және жасау. Табалдырық аттау ұлттық дәстүрі. Ол жақтың адамдары қыз жаққа құда түсе келгенде қыздың жеңгелері құдаларды үйге кіргізбей табалдырық аттатпай тосып алады да табалдырық аттар бер деп кәде сұрайды. Дайындалып келген құдалар көйлек өншек не ақша беріп табалдырық кәдесін өтеп барып үйге кіреді. Төрге шығады. Оны қазақ кәдесінде табалдырық аттау деп атайды. Қазақта табалдырықтан артық тау жоқ, кәдесін өтемесең одан асқан дау жоқ, жеңгеден озған жау жоқ деп қалжың айтып кәде өтеп үйге кіру жақсы салт, танысудың сыры, кісі сынаудың сыны еткен. Қазақта табалдырықта бақ тұрады, табалдырықты құрметтемеген бағынан айырылады. Табалдырықтың екі жағында тұрып қол алыспайды. Ондай жерде жау болатын адамдар ғана алысады деп санайды. Құйрық бауыр қазақтың салты. Қазақ жолында құда түсіп сөйлесіп, құдалық бекіскенде қыздың әке-шешесі құдаларының алдына әкеліп малға бата жасатады. Ақ сары бас қойын сояды. Мол ет асады. Кәделі жілігін түгел қалдырмай асады. Көрші қолаңдарын қалдырмай шақырады. Алдымен езіліп піскен қойдың май құйрығын әдемілеп ұсақтап турайды да, оның үстіне шала піскен қойдың бауырын ұсақтап турап араластырады. Оның үстіне азырақ ырымдап ақ ыдыстан айран құяды да құдалардың алдына әкеліп қояды. Құйрық бауыр жедік, құдай дестік, құда болдық деп құдалықты осымен кәдемен бекітеді. Оны қазақ кәдесінде құйрық бауыр деп атайды. Құйрық бауыр жеуде екі жақ бауырдай жақын, құйрықтай тәтті болыңдар деген нанымды ырым жатыр. Қазақ ырымында құдалық бекіспей тұрып әсте құйрық бауыр жемейді. Құдалық бекіп құйрық бауыр жескен соң екі жақ та әсте айнымайды. Сау жігіт жағынан келген қалың мал мөлшеріне шамалас, кейде одан да асып түсетін ұзатылатын қызға берілетін мал мүлік. Үйленудің қандай да түрі болмасын, қызына жасау беру ата-ана мойнындағы борыш болып есептелетіндіктен қалыңсыз қыз болса да кәдесіз той болмайды. Дәстүрі бойынша қалыңдықтың туысқандары қызын ешқашан жасаусыз үйден шығармаған. Жасауды ұзатылатын қыздың ата-анасы дайындайды. Бұған жақын туыс ағайын адамдар да өз үлесін қосуына болады. Қазақ аналары қыз жасауына айрықша көңіл бөледі. Әуелі шебер болсын деп ине жіп, тоқыма қап, шай дорбасында дейін дайындайды. Жасаусыз қыз болмайды, жабдықсыз үй болмайды. Үйдің көркі қыз бен жасау, әдемі қыздың көрікті отауы болсын деп қолдарынан келгенше жасауға жанын сала көмектеседі, көріктеседі. 19 ғасырдың бірінші жартысына дейін ірі байлар кейде жасауға күтуші қыздың да қосқан. Ал 19 ғасырдың соңынан бастап жасауға пәуеске, самаурын, тігін машинасы қосылған. Жасауға берілетін мүлік түрлері әртүрлі заманның аймақтың салтына қарай өзгеріп отырған. Мысалы, Абай ауылының ұзатылған қыздарының жасауына ұлы ақынның өлеңдер жинағын қосу салты болған. Қызды жасау мен ұзату дәстүрі қазір де бар. Назарларыңызға рахмет.